Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге сүтті қыз деп аталатын тортты ұсынатын боламын. Бұл тортты әр адам әртүрлі жасайды. Мен сіздерге оңай әрі дәмді түрін көрсететін боламын. Ең алдымен осындай бір ыдысқа сгущенкамызды құйып аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқаны жарып қосамыз. Осындай күрекшемен немесе қасықпен жақсылап араластырамыз. Одан кейін газда ерітілген сары майымызды қосамыз. Жақсылап осылай араластырамыз. Ендігі кезекте қопсытқышымызды осылай ұнның үстіне салып аламыз. Ұнды міндетті түрде алдын ала ситадан өткізіп дайындап алу қажет. Ұнымыз бен қопсытқышымызды қасықпен бір араластырып аламызды. Массамызға осылай аз-аздан салып араластырамыз. Барлығын бірақ қоса салуға болмайды. Осылай 2-ге 3-ге бөліп қосқан дұрыс. Қалған ұнымыздың барлығын қосамызды. Түйіршік болып қалмас үшін қатты осылай араластырамыз. Мінекей біздің массамыз осындай болу қажет. Ендігі кезекте осындай пергамент қағазын 5 бөлікке бөліп дайындап аламыз. Одан кейін осындай формамызды пергамент қағазын үстіне қоямыз да, ішіне 1,5-2 қасықтай массамызды салып, барлық жеріне қасықпен жайып шығамыз. Тура осылай қасықпен барлық жеріне жағып шығамыз. Енді ақырын формамызды аламыз. Енді тура осылай келесі қағазымыздың үстіне де формамызды қоямыз да, 1,5-2 қасықтай массамызды салып, осылай барлық жеріне жайып шығамыз. Дайын болған корждарымызды духовкада 180 градуста 7-8 минут пісіреміз. Мінекей менің корждарым өте жұмсақ болып пісті. Ендігі кезекте біз астындағы пергамент қағазын алып аламыз. Дымқыл майлықты немесе марлені осылай 5 минутқа пергамент қағазын үстіне қоясыздар, сол кезде осылай тез алынатын болады. Мінекей біздің барлық корждарымыз пісті. Бізде 5 штук шықты. Енді біз қазір крем жасаймыз. Осындай бір ыдысқа біз сливкимізді құйып аламыз. Оның үстіне қант ұнтағын, яғни сахарный пудрамызды саламызды, жақсылап миксермен көпіргенше миксерлейміз. Мінекей біздің креміміз дайын болды. Осындай болып шығуы керек. Ендігі кезекте біз 1 шай қасық творожный сыр қосамыз. Және де 1 қасық сгущенка қосамыз да миксермен араластырамыз. Креміміз біздің дайын болды. Мінекей тура осындай болып шығады. Енді біз корждарымызды жинаймыз. Мен бірден осындай торт салғышқа салып жасаймын. Осылай каждый коржымыздың үстіне кремімізді саламызды, барлық жеріне жағып шығамыз. Бізге тортымызды кремін қасықпен жаққан немесе осындай күрекшемен жаққан маңызды емес. Ең бастысы бізге тортымыздың дәмді шыққаны маңызды. Сол себептен кремді өздеріңіз білесіздер, немен жақсаңыздарды қасықпен жағуға да, осындай күрекшелермен жағуға да болады. Кремді барлық корждардың ортасына 2 күрекшеден салсаңыздар жеткілікті. Барлық жерін бірдей қылып, осылай жағып шығасыздар. Барлық корждарымызды жинап шықтық. Ендігі кезекте корждарымыздың шет-шетіне кремімізді жағып шығамыз. Торттың бетін өз фантазияларыңызға, өз қалауларыңызға байланысты жасап шықсаңыздар болады. Мен осылай әдемілеп шығатын боламын. Және де қалауларыңыз бойынша жеміс-жидектермен де әсемдеуге болады.
Мен өзімнің фантазияма байланысты апельсинмен әсемдейтін боламын. Мінекей үй жағдайында қарапайым, оңай әрі дәмді қылып осылай әсемдеуге болады. Бұл тортты жақсы көрмейтін адам жоқ. Сол себептен міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шығады. Егер де менің рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Апта сайын жаңа рецепттер күтіңіздер.